Бұл осы науқас адамдарға аудио және визуалды сигналдарды жібереді. Уақыты келген кезде осы науқас адам өзінің дәрі-дәрмегін мынаны ашу арқылы ішінен дәрі-дәрмегін алады және оны қабылдай алады. Оның қараушысына біз арнап мобильді қосымшаны шығарған болатынбыз. Ол мобильді қосымша арқылы жанындағы көмекші адамы қай уақытта және қаншалықты мөлшерде дәрі-дәрмегін қабылдау керегін қоя алады. Сосын егер науқас адам қабылдамаса, онда осы оның қараушысына сигнал келеді, яғни қабылдамады деген. Секвенс жүйелілік деген мағынаны білдіреді. Яғни науқас дерттен құлан таза айығуы үшін уақытылы дәрілерін ішіп отыруы керек. Дана осыдан 1 жыл бұрын Альцгеймер ауруына шалдыққан әжесіне көмектесу үшін құрылғы ойлап шығарғысы келетінін құрбысы Ділназға айтады. Содан екеуі көп ізденіп, ұзақ зерттеп осы құралды шығаруға кіріседі. Жобаның сызбасын сызып, лазерлік принтер 3D принтерде жұмыс істеуді үйренеді. Құрылғыны қуаттау үшін энергия керек. Wi-Fi қосылатын плата орнатылып, мобильді қосымша мен плата бір ақпарат жүйесіне сақталатын болады. Басында ол өте кішкентай идея болатын, біз оны қалай шығатынын білмедік, бірақ кейін жасау барысында өзі қандай болатынын, қандай пішінде, қандай мобильді қосымша жасаймыз, оның барлығын көрдік. Қиын болған жағдайлары бұл әрине біріншіде осы әртүрлі құрылғыларды табу, яғни бұлар Қазақстаннан өзге елден, шет елден заказ бергенде ұзақ уақытта келеді, сондықтан біз тура қандай детальдар керек, қандай мөлшерде барлығын дұрыстап заказ беру қажет болатын. Денсаулық сақтау министрлігі мен ЮНИСЕФ халықаралық қоры ұйымдастырған байқауда Секвенс жобасы үздік деп танылып, грантқа ие болды. Мұндай дәрі-дәрмек салатын құрылғы медицина саласына өте қажет. Себебі Секвенс мейірбикелердің жұмысын едәуір жеңілдетеді. Жас ғалымдар қазір патенттеуді қолға алған, сосын өндіріске шығаруды жоспарлап отыр. Дүниежүзілік деңгейде өткізілетін Google Science Fair атты жарысқа өзіміздің жобамызды ағылшын тілінде жазып шығып, солардың әділ қазыларына онлайн түрде жібердік. 3-4 ай уақыт күтіп, бізге хат келді. Және ол хатта біздің жалпы Орта Азия, Европа және Африка арасында біздің ең үздік жобалар қатарына кіргенімізді білдік. Дана мен Ділназ бос уақытында робототехникамен айналысады. Олар болашақта науқас адамдардың өзімен бірге алып жүруіне ыңғайлы дәрі-дәрмек қорапшасын шығаруды ойластырып жүр.